Сәлем, бүгін бізде 96-шы сабақ заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Көкек. Көкек алма бағына қонды. Күні бойы көкектеді. Бір мезгілде оның жанына кептер ұшып келді. Күні бойы көкектедің, неге өзіңді сонша қинадың? Сен немене, есің дұрыс па өзіңнің? Деп сөкті көкек. Қатты ашуландың ғой, саған жаным ашып келіп едім, деді кептер. Мені бұдан былай көкек деп атама. Енді не дейміз? Мен бұлбұлмын, тамылжыған әнімді тыңдасаңдаршы. Бірақ ол қанша тырысса да бұлбұл бола алмады. Мәтіннің авторы Мұхамеджан Етекбаев. Ал енді осы мәтін бойынша сұрақтар мен тапсырмаларды орындап көрейік. Көкек не істеді? Көкек күні бойы көкектеді. Көкек пен кептердің сөздерін рөлге бөліп оқы. Балалар, мына жерде көкек пен кептердің сөздері бар ғой, соны кезектесіп рөлге бөліп оқимыз. Бұл өте оңай. Көкектің ісі дұрыс па? Қалай ойлайсың? Көкектің бұл ісі дұрыс емес, себебі ол көкектеп барлық құстардың мазасын алды. Сол себепті көкектің бұл ісі дұрыс емес. Екінші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Бір қолда 10 саусақ бар. Біз бірінші сыныпта оқимыз. Мен екінші партада отырамын. Жазған сөздеріңе сұрақ қой. 10. Бұған біз қанша немесе неше деген сұрақ қоямыз. Бірінші, нешінші деген сұрақ қоямыз. Екінші, нешінші деген сұрақ қойылады. Келесі үшінші жаттығу. Ойлан тап. Аулада 5 үйрек, қорада 3 үйрек, 1 үйрек тығылды, 1 үйрек жығылды, қалғаны неше үйрек? Бұл жұмбақтың жауабы 6 үйрек болады. Себебі аулада өзі 5 үйрек болған, қорадағы 3 үйректі қосқанда 8 үйрек болады. Сол 8 үйректің 1 үйрегі тығылды, 1 үйрегі шығылды. Сол кезде қалғаны 6 үйрек. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, және де каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендерге тек қана сабақта 5-тік баға алуларыңа тілектеспіз.